Солтүстік Қазақстан облысы тәртіптік кеңесінің кезекті отырысында құқықтық тәртіп және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету сұрақтары талқыланды. Кезекте қаралған алғашқы сұрақ су айдындарындағы адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Жалпы облыс бойынша 2000-нан астам су айдындары бар. Адамдар балық аулап, шомылу барысында оқыс оқиғаларға тап болып жатады. Бұл жайында Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдай департаменті жедел құтқару қызметінің жетекшісі Алтай Тезекбаев толығырақ тоқталды. В 2014 году 38. 2014 жылы 38 адам, оның ішінде 2 бала, ал 2015 жылы 36 адам, оның 5-еуі балалар. 2016 жылы 1 адам қайтыс болды. Осы 3 жыл ішінде 75 адам суға батып қайтыс болды. Адамдардың суға кетуі көбіне қауіпсіздік ережелерін сақтамауынан болып отыр. Төтенше жағдай қызметі 2015 жылдың шомылу кезеңінің өзінде шомылуға тыйым салынған жерлерде 1230 рет кезекшілік ұйымдастырған. Сонымен қатар 16 рет іздеу құтқару жұмыстарына шыққан. В настоящее время наблюдается увеличение числа утонувших. Республика бойынша суға бату фактісі жоғарылап отыр. Ағымдағы жылдың 4 айында 48 адам суға батып кетті. Оның 12-сі балалар. Бұл өткен жылғымен салыстырғанда 17 адамға көп. Кеңес барысында құқық қорғау органдарының өзара әрекеттесуі шеңберінде атқарушылық өндірісті орындағанда туындайтын мәселелі сұрақтар жайы да сөз болды. Жиын соңында мемлекеттік органдарға алға қойған міндетті тиімді орындау барысында бірқатар тапсырмалар жүктелді.